Аманғалиева Айманай Асқарқызы. Орал қаласының тұрғынымын. Теңіз саласында жұмыс жасағаныма 20 жылдай болды. Қазақ теңіз көлік флотына келгеніме 3 жылдай болды. Басында аспазшының көмекшісі болдым. Жүре бара аспазшы болдым. Кеменің аспазшысы болу өте оңай мамандық емес. Теңіз дауылына тап боламыз, түрлі. Сол кезде, дауыл болған кезде ыдыс-аяқтар құламау керек. Бәріне сол жауапты боламыз. Көп жылдық тәжірибе барысында әртүрлі елдердің тағамдарын әзірлеуді үйрендім. Әркімнің өз сүйікті тағамы бар, және оны мәзірге қосу мен үшін өте үлкен қуаныш. Теңізшілердің дәмді болды деген алғысы ең жақсы марапат. Егер сіз теңізде аспаз болуды ойласаңыз, қорықпаңыз. Бұл қиын, бірақ өзінің қызықтары бар және қажетті мамандық. Жұмысшы мамандықтарындағы әйелдерді қолдау маңызды, және болашақта біз секілді батыл әйелдер көбейеді деп сенемін.